Сабалар хайыр саатларда 8:30 бүгін Қырмыжғалының 762 күні кетмекте. Эфирде заман олған ең актуал хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Қырымда 15 минут интернет-порталыны блок еттілер. Сайтқа кіріп хабер оқуйжақларға сайт ясақ олған сайтлар жедвеліне кірсетілгені білдіріле. Сайт қадемлері блокны кечмек үшін мақсус инструкция ішлеп шығардылар. Онен АТР телеканалының Facebook сайфесінде таныш олмақ мүмкіндір. Мисал оларақ Tor браузерінен қоланмаға турбо режимге кечмеге Псифон программасының ве компьютерінің IP адресіні деңіштірген прокси серверлерінен қоланмаға тепсі етелер. Беліке 15 минут орг сайты АТР Медиа Холдингіне кіре. Кечкен сене декабрь айына қадар сайт Қырымдан чалышайды. Декабрінің 21-інде есе 15 минут Киевден чалышы башлады. Апрелін бірінден башлап ГИБДД хадимлері өз арабасына рус номераларını алып етіштірмеген айдавжыларыны тенбейлейджеклер. Ишғалжы акиметінің истеклеріні бежірмек үшін Қырым айдавжылары шымды арабаларында яшамаға мечбурлар. Автоинспекция идарелері оғынды невбетлер бітмей. Бірінші тенбейлевден сон 800 рублиге қадар пара жезасыны белгілей білелер. Қайтарып қайды бозовы үшін 5000 рубле пара жезасы еді 3 айға қадар айдавжылық весиқасындан марум ете білелер. Велісі есе Қырымнан рус прокуроры Поклонска 3 ай девамында ешбір айдавжы жезаланмай жағы аққында ваде берген еді. Қырымнан Девлет Шура депутатлары есе Русия акиметіне номераларыны деңіштіруф мұдетіні елінің сонына қадар девам етірмеге рижа етелер. Кефеде ятақханенің 40 сакені азбарда қалды. Кефе механик заводына айыт олған ятақханеде яңы сайыбы пейда олған. О сакенлеріні евелден хабер етместен бинадан қуған. Вақия кечкен ай олған еді. Яңы сайып бинаға кечірілген ұшық, су ве канализацияны кескен. Сайыплерінің тарафдарлары оларының қапове пенжірелеріні ұрып шығарған. Кетмеге ері олмаған 4 қоранты аледа шарайтсыз ятақханеде яшамақта. Шер шурасы бұл инсанларға ярдым көстермеге ешандырған еді, ләкин ваделер бежерілмеді. Мы пришли, у меня нет ни входных дверей, они просто стояли, а то вообще их просто поснимали. Нет балконных окон, нет дверей. Вообще ничего, просто нет, они просто исчезли. И срезанные металлической решеткой ограждения. Канализацию убрали, воду, свет отключили. Нам с ребенком пришлось ехать, потому что невозможно жить в таких условиях. Мы писали жалобы в прокуратуру, в милицию, в администрацию. Ну, никаких действий нет. Судьба нашего имущества, которое было вывезено, мы до сих пор тоже не знаем, где оно находится. Вот. Ну, приходим, проверяем, как бы есть там, как на местах, не на местах. Демонтаж здания происходил, но не аккуратный, а именно варварский. То есть стекла разбивались все, двери сносились. 2 месяца я отработал, то есть в феврале я уже ушел. То есть объект небезопасный. Израиль, Қырым, Русия, Украин давасында иудей картасы. Израиль журналисті ве тарихчы Шимон Бриман Киевке келді. Оның айтқанына көре, Қырым ишғалі вақтында Русия, Украина ве Израильны қавгетмеге істеген. Журналист білдіргенне көре, Израиль Қырым ишғалыны танымай, емде танымай жақ. Есть известный факт. В ночь на 28 февраля 2014 года была осквернена свастикой и надписью «Смерть жидам» синагога в Симферополе. Интересно, что такого не было все 23 года украинской независимости. И вдруг именно вот в ту ночь, когда российские эти вежливые человечки высаживаются там, да, почему-то вот такое странное совпадение. Само почетное консульство было в Крыму закрыто, израильское, и тут же было впервые открыто новое почетное консульство Израиля во Львове и Западной Украине. То есть в чем-то это был такой вот жест. Вот, вы в Москве считаете Львов и Западную Украину как вообще таким логовом Бандеры, да? А мы там открываем, Израиль там открывает почетное консульство и устанавливает там нормальные отношения. Кешкен күн девамында ато зонасында рус женкеверлері Украин позициялары тарафына Минск анлашмалары ясақ еткен юзлерінен мина атқан. Енкерген вазиет Авдеевка ве Зайцева қасабалары живарында қалмақта. Луганск вилетінде есе душманлар Мескеневлер тарафына да атеш açқанлар. Поблизу Зайцева та Авдіївки бойовики обстріляли українських бійців забороненої зброї 22 рази.
Кількість випущених ворожих мін калібрів 120 та 82 мм по нашим позиціям перевищили цифру 250. Також поблизу Зайцева незаконні збройні формування нахабно порушили мінські домовленості, використовуючи по українським підрозділам ствольну артилерію калібру 152 мм. Злочином проти цивільного населення став обстріл, який відбувся по західній околиці Новоолександрівки. Проросійські найманці навмисно декілька хвилин цілили з гранатомету по будинках цивільних мешканців. Қырым-татар тіліні латин ұрфатына кечірмеге істейлер. Межлис Украина тәсілве илім назірлігі жематчылық назірлер шурасы азырлаған қанун лейқасыны музакер етті. Топлашқанлар білдіргеніне көре, қанун қабыл етілсе, о қырым-татар тілінің инкишафына музбет тесір ете біле. Тәфсилатлыжа Невбете Келев қамызда. Қырым-татар тілінің латин әліпбесіне кечмесі таузақ 1993 сенесі Қырым-татар халқының құрылтайының қарарымен тазықланылды. 1997 сенесінде есе Жұмхуриеттің юқары шурасы халқының талапларыны еріне кетірмеге разы олды ве Жұмхуриеттің әзірлер шурасына мақсус программаны ішлеп шығармаға авали етті. Қырым-татар тілінің латин графикасы мектеп, газета ве бүтін весиқаларда пейда олмақ керек еді. До практического перехода на латинскую графику, к сожалению, дело не доходило. Постоянный саботаж. Мы обращались в свое время и в Кабинет министров Украины, в Министерство освиты Украины, с тем, чтобы было принято решение на общегосударственном уровне, но было не до нас. Просто не рассматривали этот вопрос. Сейчас, я считаю, самое благоприятное время принять решение, окончательное решение о переходе крымско-татарской графики, вернее, утвердить ту графику, которую принял сам народ. Эвелисе Қырым-татарлар араб ұрфатыны қоланайды. Ләкин араб графикасы Қырым-татар тілінің фонетикасына толысымен акс етмейді. 19 асырның сонында Исмаил Гаспралы усулы джидид усулыны кечіріп, Қырым-татар язылышыны түрк тілеріне яқынлаштырды. 1928 сенесінде есе СССР-нің территориясында бұлынған халқлар латин ұрфатына кечтілер. Бұл эсназ 10 ел девам етті. Совет үкіметі пекетілген сон латин әліпбесіні ясақ етті. Тілшінаслардың айтқанларына көре айны латин графикасы тілінің айынлігіні акс етті. Слова і передаються певні звуки, те, що не можна передати кирилицею саме. І тому він є цей перехід дуже важливим для того, щоб можливо було втілити ті, дійсно правильно говорити ті слова, які є саме мовою тією, котрою вона написана. Қырым-татарларынан более тәшібісіне тәсір ве медениет нәзірлігі ве атта сәсетчілер де қол тұтта. Там, де залишається кирилиця, там залишається русский мір. І кирилиця в Криму – це ознака панування руського міру. Тому в даному випадку це ще і політичне питання. Будь-яке переведення на іншу абетку мови – це дуже довготривалий процес, який потребує підтримки. Бүгін жымайчылық нәзірлер шурасының Қырым-татар тілінің латин әліпбесіне кечуі ақында лейхаға қол тұтты. Ләкин оларының қайдеткенлеріне көре, яны әліпбенің көрсетілмесі етерледегіл. Украинаның тамыр халқының тіл ве медениетіне дестек көстермек үшін мақсус дәулет стратегиясы зарур. Роман Спирдонов, Эдем Сетаров, Заман, АТР. Ишғал олынған Қырым сыңарында көреш ярышы өткерілді. Анда тешкіл олынған Номан Шелбежихан батальонына кірген 20 аскер өз күшінісіна бақты. Кележекте де бөле ярышлар кечірмек үшін мақсус көреш кіліміні сатын алдылар. Чангарда өткерілген ярышта патрон ве Тайсон лағабынен аскерлер еңді. Тренер білдіргенне көре аскерлерінің рухыны көтермек үшін идманлар әнді еркон кечірілежек. О, машалла. О, молодец, браво! Бұл саатқа соңғы хаберіміз еді сілерге қайырлы күнлер тілейм. 12 бұчықта шығажақ заман яйынны қачырманыз. Көрішмек үзіре.